Байтұрсынұлы, Бұлбұл мен есек. Бір күні бұлбұл құсты есек көрді. Қасына сөз айтпаққа жақын келді. Сыртыңнан сайрағыш деп жұрт мақтайды. Тыңдайын, достым, біраз сайра деді. Кім білсін, мұнан бұлай көрерімді, сайра деп саған тағы келерімді. Мен тұрмын өзім естіп сынамаққа, мақтаудай бар мекен деп өнерімді. Есектің сөзін бұлбұл қабыл алды, құлағын салып есек тұра қалды. Дауысын әлденеше түрлендіріп, сандуғаш не әдемі әнге салды. Бұлбұл түрлі әнге салып, сайрайды бірін нәзік, бірін анық. Даусындай сыбызғының алыстағы, құлаққа кейбір даусы келді талып. Біресе шықылдаған ащы дауыс, шекеңнен өте жазды құлақ жарып. Жан мақлық, шыбын шіркей, құрт құмырсқа, тыңдады орны-орнында тұра қалып. Сайрайды бірде қырын, бірде қатты. Кейде ысқырып, кей уақыт таңдай қақты. Жел тынып, құстар қойып шулағанын, қойлар да күйсін түйіп тыңдап жатты. Көрсетіп бар өнерін болды бұлбұл. Есекке қарсы қарап қонды бұлбұл. Қарап тұр екі көзін айырмастан, сыншы не дер екен деп еді бұлбұл. Сонда есек сөз айтады бұлбұл құсқа, мақтаудан бар ғой әнпаз әрбір тұста. Солардың баршасы да әдемі әнге, тауықтың айғырындай емес ұста. Айтайын, мен бір ақыл бұлбұл шырақ, тыңда сен ілтипатпен салып құлақ. Қораздан біразырақ ән үйренсең, сайрарың мұнан көруде артығырақ. Бұл сөзге жәбірленіп бұлбұл қатты, сөз тыңдап мұнан әрі тұра алмапты. Есекке сынатпасын құдайым деп, пыр етіп ұшыпты да кетіп қапты. Есектей, ал енді мұнда қандай ғибрат бар? Есектей іс ететін көп адамдар. Сары жезден саф алтында айырмайтын дүниеде бар емес пе не надандар? Есектей қалпы кейбір адамдардың